Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай керемет жұмсақ болып пісетін және де сүтке иленетін жеті нан, яғни шелпекті әзірлейтін боламын. Ол үшін, яғни ең алдымен ұнымызға үстіне бір ас қасық толтырмай дрожж, одан кейін 3 қасық қант, содан кейін жарты қасықтай тұзымызды саламыз. Одан кейін сұйық май құямын. Содан кейін жылы сүтімді құйып, қасықтың көмегімен араластырамын. Және де одан кейін қолдың көмегімен қамырды илейтін боламын. Мінекей біздің қамырымыз қатты болмауы тиіс, орташа жұмсақ болып, қолда жабыспайтындай болып, осылай иленуі қажет. Енді мен осылай қамырымды 1 сағат, 1,5 сағатқа қоямын. Мінекей менің қамырым ашыды. Мен бұның алдында айта кетейін, 2 рет қамырым көтерілген кезде кейін қарай бастырғанмын. Қамырды бастырған сайын күшті болып көтеріліп пісетін болады. Мінекей мынау 3-ші көтерілуі, сондықтан қамырымды мінекей осылайша ортасынан бөліп аламын. Жартысын бауырсақ қыламын, жартысын жеті нан, яғни шелпекке пайдаланамын. Мінекей енді осылай қамырымды 7 бөлікке бөліп дайындап аламын. Міне қамырымды дайындап алдым. Енді осының барлығын ұнымды себелеп, оқтаудың көмегімен қамырымды бәрін бірдей қылып, дөңгелетіп жазып аламын. Қатты қалың да, қатты жұқа да болмауы тиіс. Міне орташа жұқалықта қамырымды жайып аламын. Ең алдымен осылай бәрін дайындап аламын. Содан кейін орташа отта қызып тұрған майда барлығын 2 жағын алма-кезек қуырамын. Мінекей менің жеті наным, шелпегім дайын болды. Барлығын осылай қуырып алдым. Мінекей өте керемет, видеодағыдай жұмсақ болып шықты. Сондықтан сіздер де жасап қараңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де лайк, комментария қалдырыңыздар. Менің әрбір рецептімді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Сол кезде менің әрбір салған рецептімді бірінші болып қарай аласыздар. Сау болыңыздар.